Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Осындай жұп-жұмсақ венский вафлиді пісірудің құпиясын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен 3 жұмыртқаға 100 грамм қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң 100 грамм ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте 150 грамм қаймақты қосамыз да тағы да араластырамыз. 200 грамм ұнға 1,5 шай қасық қамыр қопсытқышты салып, ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Ұнды салып, 1 келкі масса шыққанша тағы да жақсылап араластырып аламыз. Барлық ұнды бірден қосып жібермейміз. Видеода көрсетілгендей 2 рет бөліп саламыз. Қамыры дайын болған соң вафельницаны алдын ала қыздырып аламыз. Қатты қызып тұруы қажет. Осылай 1 ас қасықтан салып 5-6 минут пісіріп аламыз. Сіздер өздеріңіздің вафельницаларыңыздың қызуына қарайсыздар. Міне вафлилеріміз осындай жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қажетті құрамдардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырдым. 12 вафли шықты. Назарларыңызға рахмет. Арнаға тіркеліп алыңыз.